Достар, сәлем, қыздарым сабақтан келді. Бұлар азанда оқығасын. Мама, сумкам ауыр. Ой, түстен кейін оқыған соң осылай кеш келеді. Шешіп бересің, мамам, ауыр. Сөмкілері енді ауыр. Мама, менгі де шешіп берші, мам. Қойш, Анеля, өзің шешші, үлкенсің ғой сен. Жүр, саған көмектесем жүр. Үстіңді, қылпағыңды келем. Қоды, саным. Анеля, есік тілбаш барса, үлкенсің ғой етің. Жүр, кеттік. Неше алдың, Аяна? 1. Ал, қыздар, айта беріңдер, не істедіңдер сабақта? Мама, мен мектепте минутқа оқыдым. Қараңғы болып кетті. Минутқа оқыдың ба? 2 сабақтан Тұра тұр, Анеля, үлкенсің ғой сен, айтып болсын кішкентай. Қазір айтпай қояды ол. Не істедің, минутқа оқыдың ба? Асханадан күшті қылып тамақтанып алдым. Молодец. Самса алдым мен. Жарайсың. Самса ал. Сен алдың ба самса? Сен бірақ ала аласың ғой, сен үлкенсің ғой. Давай киімдеріңді ауыстырып келді. Қарындарың ашып келді ма мектептен? Міне осындай тамақ істедім. Тамақ қалай, күшті ма? Я күшті екен. Мына кружка мен аламын, я. Мен аламын. Ой, 2 кружка бірде ғой, неге өйстіп таласасыңдар? Екеуі бірде ғой. Менің кружкам ғой, Аяна. Менде алғым келеді. Жарайды, бере саш, осы қызға сен үлкенсің ғой, бере саш, ақылың бар ғой сенің. Жүр, алып жүр мына жаққа. Өйстіп таласа саласыңдар. Үлкенсің ғой сен, бере салсай. Жеп алыңдар тамақты. Той үлкенсің, мама. Әте сен шын үлкенсің ғой? Я, шеш тамағыңды. Анеля. Анелюк, не істеп жатыр едің? Аяқтама сау орындайды жатыр. Мыналардың бәрін реттеш. Жұмыртқаны орнына, майды ыдысына сал. Анеля, Аянаны қайтесің? Тамақ ішіп отыр ол. Өзің бәрін реттей салшы, сен қолынан келеді ғой, үлкенсің ғой сен. Қайтесің оларды шақырып. Бәрін реттеп, пиязды бәрін орын-орнына қойып жібер, майды салып. Жарай ма? Үлкенсің. Достар, қараңыздар, мына ойыншықты айтам да, күшті екен. Аяна, қарашы наны. Астына шаригін алып тастағанбыз ғой, осылай жоғарыға шықтыр. Қара, осылай жібересің, жіберші. Аспанға шығып кетті. Ой, Анеля, таласпай-ақ қойшы, сен үлкенсің ғой, қойшы. Ойнамай қойшы, жылайды қазір. Қара, жібереміз. Аспанға шығады. Аяна, күшті ма? Я. Жібересің. Аспанға шығып кетеді, гел ғой ішіндегі. Сабағыңды оқысай бар сен. Мам, бірге оқышы. Жүр, Аяна, сабағыңды көрейші, қыздардың сабағын тексереміз. Ертең болатын сабақтарын дайындаймыз. Мұн жақта Анеля алып жатыр. Мұн жақта Аяна. Мама, менде бірге оқиын. Аяна, күнделігіңді көрсетші, бірге оқиық сабақты. Мама, менде бірге оқиынш. Анеля, өзің оқысай сабағыңды. Сен үлкенсің ғой. Аякушпен бірге оқиын. Сен өзің оқы. Жарайды. Аяна, көрсетші маған. Не менің күнделігім? Аянаны күнделігін тексеріп, ертең болады. Үлкенсің деп. Достар, мен бөпеммен ойнап отырмын. Менің осындай дәу бөпе. Нешедесің, айтшы, нешедесің? Мама, мен де ойнас. Мынау да мен бөпем, міне мен бөпелерім, кіп-кішкентай өздері сабағыңды оқымадың ба? Мен мына жерге отырайыншы? Жоқ, мен отырайыншы мына жерге. Мен отырайыншы, Аляхан тұршы. Ол кішкентай ғой, отыра берсін. Анеля, ойнап отыр едім. Сен отырмай-ақ қойшы бар, үлкенсің ғой сен, үлкен. Не істейсің отырып, үлкен қыз болдың ғой, бар сабағыңды оқыш. Сабағыңды оқы бар. Сен сабағыңды қазір оқу керек, я? Апай бізге көп кітап оқы деді. Ал сен не істейсің, қолың сама аузына, не істеп атсың? Анеля, сабағыңды оқы бар. Үлкенсің ғой сен енді. Сабағыңды оқиық. Жүр, математикадан не берді, айтшы. Өзіме керек қой. Үйдің бәрін естіліп жатыр, екеуі неге ұрсып жатсыңдар? Аяна. Аяна, қойшы. Анеля, не болды, айтшы, не ұрсып жатсыңдар? жатсыңдар? Менің наклейкамда алайын деп жатыр. Біреуін алып қайтадан берем. Қойшы, Аяна, не үшін берем саған?
Көп қой наклейкалерің, оның несіне ұрсып жатсыңдар? Мына көп қой, Анеля. Әкеш, бере салшы осыған. Ой, мам, менің наклейкам ғой. Үлкенсің ғой сен, қоя салшы, осы үйдің үлкенісін. Бере сал, жыламасын. Үлкен қызсың ғой сен. Бар сабағыңды оқы енді. Әлі жүрсіңдер сабақ оқи алмай. Таста мыналардың бәрін. Сұраса бере салсай, үлкенсің ғой сен. Үйдің үлкенсің. Үйдің үлкен болсам да осы үйдің баласымын ғой. Баласым сияқтымын. Достар, жүгіріп бар магазинге барып келген. Бәрін алып бізді сүт алмаппыз, шана сүт қалып. Я, мама, мен де барайын. Сүт алып келем, жүгіріп бар. Барасың ба? Мама, мен де барайыншы. Мама, Қайсысын барасыңдар енді? мен барайын. Бала, қараңғы біреуіңді ертіп кетейін. Мама, мен барайыншы. Аяна, жүр сен барасаш. Мама, менші. Қала берсен. Тез барып келеміз. Сен үлкенсің ғой үйдің, қаласаш сен түсінесің ғой, түсінерің бар. Мына қыз қазір түсінбейді. Алып кете салайын. Сен отыр, ана ініңе қара, сен үлкенсің ғой. Анеля, Аяна. Ертең мектепке бірден ақша беріп қояйын. Қыздарға самса, Мама, ананы. үйдің үлкенмін ғой, бермей ақ дейін. Неге үйдің үлкені болсаң? Не қылады? Ақша бермеу керек па не? Так, 500 теңге Аяна саған. 1000 теңге Анеля саған. Мама, не ғып? Мен самса айран аламын ғой. Енді тәте үйдің үлкені ғой. Үлкен ақша берді. Ол үйдің үлкені, оған көп ақша беру керек. Ол үйдің үлкені болғасын, көптеу ақша алады. Я, мама, маған да айфон алып берші, тәтенің айфоны бар ғой. Бетіне күшті сурет қойып қойыпсың. Тәтенің айфонымен санаспа. Тәте үйдің үлкені болғасын, жақсы нәрсені бірінші ұстау керек. Жаңа нәрсені, жаңа киімді. Өйткені ол үйдің үлкені. Ма, телефоныңды ұстап жүр. Так. Мектепке қайсысын ертең киіп баратынымыз білмей тұрық. Анелядан сұрақ көрейік. Қайсын кейін, қайсы әдемірек? Иә, қайсы? Анеля, сен үлкенісің ғой, енді сенен ақыл сұрайды ғой. Қайсысын кисін? Сіңлің сенен сұрайды ғой ақыл. Неге, мынау әдемі мектептің жылы ғой. Жарайды, осыны кием. Иә, Мен үйдің үлкенмін. Үйдің үлкен болған кейде жақсы, кейде жаман. Көп жауапкершілік үлкеннің мойнында болады екен. Еще әр жерде сен үлкенсің ғой деп айта береді екен. Ал негізі үлкен болған жақсы. Достар, араларыңызда үйдің үлкендері бар ма? Үйдің үлкен болған қалай сіздерге? Жақсы ма? Әлде жаман ба? Комментария жазып кетіңіздер. Пока-пока.